Сәлем, бүгін кезекті 10 есепті талдайтын боламыз. Бұл бірінші нұсқа, екінші бөлім. Бұл менің оқушымның нәтижесі. Есеп интегралды табу керек. Синус 4х - 7. Ең алдымен біз интегралдың формуласын жаттап алуымыз қажет. Синус х-тың интегралы минус косинус х алғаш функциясы. Яғни синус х-тың орнында бізде басқа айнымалы тұр, 4х минус 7 деген айнымалы тұр. Бұндай жағдайда біз не істейміз? Мына айнымалымыздың алдындағы коэффициент бар ғой, 4. Сол біздің интегралымыздың алдына кері сан болып түседі, 4-тен 1 болып. Ал қалғанын осы формула бойынша анықтай береміз. Синус х косинус х болса, мысалға минус косинус х болатын болса, минус косинус х-тың орнында бізде басқа айнымалы тұр. 4х минус 7 деген айнымалы тұр, плюс с. Енді не істейміз? Бұл 4-тен 1, мына минусы алдына түссе, минус 4-тен 1 болады. Косинус 4х минус 7 плюс с болады. Қайда бұл? Міне, д. Келесі есеп. Бұл теңсіздікті шешу керек. Теңсіздікті шешу үшін ең алдымен жақшаны ашамыз. 3х-ға көбейтсек 3х, плюс 3-ті 1-ге көбейтсек 3, плюс 4-ті 2х-ға көбейтсек 8х, 4-ті минус 5-ге көбейтсек минус 20. Неге? Өйткені алдында плюс тұр, минус тұр, плюс пен минусты 1-не көбейткен кезде минус болады, сондықтан минус 20 болады. 9х минус 18. Енді не істейміз? Сандардың бәрін бір жаққа, айнымалылардың бәрін, белгісіздердің бәрін бір жаққа шығарамыз. Неліктен минус 9х болды? Өйткені 9-ның алдында плюс бар, ол плюсты ешкім жазбайды. Артық немесе тең. Енді қарайық. Мынаумен мынаны мына жаққа жібереміз. Минус 18 қалды мынаның ішінде. Минус 3 плюс 20. Енді қарайық, мына жерде 3х, 8х, 11х, 11х-тен 9х азайтқанда 2х артық немесе тең, минус нешеден? 1-ден ба? Минус 1-ден. Енді х артық немесе тең, минус 0,5-тен. Неге? Өйткені мына көбейту 2 мына жаққа бөлу болып барды. Сонда минус 1-ді 2-ге бөлген кезде минус 0,5 болды. Ары қарай х-тың айнымалысын салатын болсақ, бояймыз нүктені. Неліктен? Өйткені теңсіздігіміз қатаң. Артық болса, бізге артығы керек. Яғни минус 0,5-тен плюс шексіздікке дейін. Міне, с. Неліктен мынандай тік жақша? Өйткені бізде теңсіздігімен байланысты. Теңсіздігімізге артық немесе тең болса, боялады және жақша тік болады. Тік жақша минус 0,5-тен плюс шексіздікке дейін. 13-ші есеп. Бір жазықтықта жататын 3 беттеспейтін түзу жазықтықты қанша бөліктерге бөле алатын табу керек. Мысалға қарайық, беттеспейтін 3 түзуді істеу үшін мен 3 нүктені сала салайын. Бірінші вариант, Егер ол 3 түзу бір-бірімен үшеуі де қиылыспайтын болса, 1, 2, 3, 4 бөлікке бөледі жазықтықты. Екінші нұсқа. Екеуі параллель, міне, ал біреуі қиып өтеді. Біреуі қиылысады. Сонда екеуі параллель мүлдем қиылыспайды. Сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6. Үшінші жағдай, үшеуі де бір-бірімен қиылысады. Былай бөлейік. Былай бөлейік. Былай бөлейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бөлік. Яғни бізде 4 бөлікке бөледі, 6 бөлікке бөледі және 7 бөлікке бөледі деген жауап болу керек. Б. Интегралды табу керек. Интегралды табу үшін біз формуланы жаттауымыз керек. Ең алдымен интегралды мына х-тың 3 негізгі түбір астында тұрған, ол 3-тен 1 дәреже деп жазып алсақ болады. Солай ыңғайлы болады. Сонда бізде 3-тен 1 дәреже не істейді? Дәрежемізге 1 сан қосылады, 1 бірлік қосылады. Яғни х-тың 3-тен 1-не 1 қосылады. Дәл сол сан бөліміне кетеді. 3-тен 1 қосу 1. Қосу с.
Ары қарай не істейміз? Мынаның дәрежесін қоссақ, бізде 3-тен 4 болады. Неге 3-тен 4 болады? Оны білмесеңіздер, комментарияға жазып жіберсеңіздер болады. Мен түсіндіріп жазып жіберемін. 3-тен 4. Бөлшектерді бір-біріне қосу, азайтуды бөлек видео қылып салайық. Енді қарайық, мына 3-тен 4, 4-тен 3 болып алдына түссе, x-тің 3-тен 4 негізді дәрежесі, бірақ бізде не істеген мына жерде? Бізде түбірдің астынан шығарған 1x-ті. Яғни, мына жерде 4-тен 3, x-тің 4 дәрежесінің 3-тен 1 дәрежесі. 3-тен 4 дегеніміз біздің 3-тен 1-ді мен жақшаның сыртына шығарып жібердім. 4 дәреже ішінде қалды, 4 штук x-іміз ішінде қалды. 4 штук x-тің сыртында бізде түбір, 3 негізді түбір асты бар. Сонда мына 3 негізді түбір асты мен мұндағы 3 штук x-іміз, x көбейту x көбейту x көбейту x қой. Соның 3 штуғы 3-тен 1 мен жойылады да, ол жақшаның сыртына просто x болып шығады. Ал біздің мына түбіріміздің ішінде, 3 негізді түбіріміздің 1 штук x қалады. Өйткені мен мына 3 штукты алып алдым. 1 штук қалды. Конустың бер бетінің жазбасы қандай фигура бола алатынын табыңыз. Бұл фигура қандай бола алатынын табу үшін бірінші конустың бер бетінің жазбасын көрейік. Біз конустың бер бетін жазатын болсақ, міне мынандай бір фигура шығады. Мына жері бар ғой, мына жері. Ол бізде бұлай дөңгелек құрастыра алатындай болу керек. Яғни біз бұдан дөңгелек құрастыра алатындай болуы қажет. Дұрыс үшбұрыш бола алмайды. Өйткені мына жерді көріп тұрсыздар, мына жері бізде дуга. Ол үшбұрыш бола алмайды. Үшбұрыш, тең бүйірлі үшбұрыш тоже бола алмайды. Сегмент бола алмайды. Неге? Мысалға, шеңберді сызайын. Сегмент ол центрдан емес, мына жерінен кесіп жібереді. Мына жерінен кесіп жіберген кезде, ол мына радиус бар ғой, мына екі жер, қақ ортасынан бөлсек, мына екі жерді, мына екі жерді қосатын болсақ, мына жер мен мына жерді қосатын болсақ, ол мына шеңбердің, мына жердегі шеңбердің ұзындығымен сәйкес келмейді де, конус шықпайды. Сектор және жарты дөңгелектен шығады. Неге? Өйткені сектор бізде центрдан алынады, шеңбердің центрынан алынады. Бұл шеңбердің центрынан алынады сектор. Жарты дөңгелек тоже болады. Мысалға, жарты дөңгелекті былай алатын болсам, мына радиус екеуі бір-біріне қосылады ғой. Сол кезде екеуін бір-біріне айналдырып қоссақ, мына жерден бізде дөңгелек шығады. Мына жерден біз дөңгелек жасай аламыз. Есеп теңдеуді шешу керек. Ең алдымен бұл теңдеуді шешу үшін бізге қысқаша көбейту формуласы керек. Бұл теңдеуді шешкен кезде мен қазір жақшаның сыртынан былай квадраттайтын болсам, бұл жерде біз мына түбірдің астынан құтыла алмай қаламыз. Сондықтан не істеймін мен? Сандарды айнымалыны бері қарай қалдырам. Сандарды мына жаққа жіберем. Міне. Енді келіп квадраттайтын болсам, мен құтыла аламын. Түбірдің астындағы айнымалыны бері қарай шығарып аламын. X қосу 3 бұл жақта қалады. Өйткені түбірмен квадрат жойылып кетеді. Мына жерде қысқаша көбейту формуласы бойынша ашатын болса, 45-тің квадраты а квадрат 45 минус 2а көбейту b плюс b квадрат 20-ның квадраты түбірасы 20-ның 20. Сонда қосатын сандарды біріктіретін болсақ, мысалы 45-ке 20 қосам 60, 65, одан 3 жазайсам 62. 62 минус 2 көбейтем түбір астында 45 көбейту 20. Бағана формула болды, естеріңізде ме? Бір түбірдің астына жазып жіберуге болады. Так, енді не істейміз? Сонда 45 көбейту 20-ны қарастырайық. Мен мына жерге басқа түспен қарастырайым. Мысалы 45 көбейту 20-ны түбір астында қарастыратын болсақ, 45 деген 9 көбейту 5 дұрыс па? Ал 20 деген 5 көбейту 4. Сонда не істейді? 9-ның ішіне 3 шығады.
2 5-тің ішінен 1 штук 5 шығады, ал 4-тен 2 шығады. Сонда 5 үшін 15, 15-те 2 өткенде 30. X тең 62. Оппа, шықпай қалды ғой. Так, 62 минус 2 көбейтілген. Тұрып қалды. 2 көбейтілген 30. Сонда 2 көбейту 30 бізде 60. 62-ден 60 азайтамыз 2. Жауап бізде А варианты. Екінші 17-ші есеп. Теңдеулер жүйесінің шешімін қосындысын табу керек. Бұны қалай шығарамыз? Ең теңдеулер жүйесінің шешімдерінің қосындысын дейді. Яғни мына жерде шешімдерінің қосындысын деп тұр. X пен Y-тің қосындысы 5-ке тең, біз қиналмай-ақ B деп белгілей салуымызға болады. 8-ші есеп. Графиктің ширегін табу керек. Яғни мына график қай ширектерде тұрған? Ең алдымен мен графиктің ширектерін анықтап алайын. Мынау 1, мынау 2. Естеріңізде ғой, мынау 3, мынау 4. Ал бізде x кубтың графигі ол былай болады. Міне, осылай болады. Ал біз оның алдында минус тұрған байқайтын болсақ, мына 2-ге көңіл бөлмеуге болады. Ол 2 алдында тұрған коэффициент 2-ден 1 немесе 2 деген ол мына графигіміз либо жалпақ болады, либо жіңішке болады деген нәрсені көрсетеді. Ол ширекті ауыстырмайды алдындағы коэффициент. Ал минус таңбасы ширекті ауыстырады. Минус таңбасы болғандықтан бізде график былай ауысады, дұрыс па? Бұл екінші және төртінші ширектерде жатқан функция. Келесі 19-ші есеп. А, Б, С тең берілді тік бұрышты үш бұрыш дейді. Б бұрышының синусын табу керек. Ең алдымен мен тік бұрышты и тең берілі үш бұрыш салып алайын. Мынау мен мынау тең. Мынау тік бұрыш. Асы мен BC тең дейді. Яғни екеуінде ортақ нүкте С. Міне BC тең, AC тең бір-бірімен. Б бұрышының синусын табу керек. Мына бұрыштың синусын табу керек. Синус альфа деген не ол? Синус альфа деген қарама-қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. AC-ның AB-ға қатынасы. Енді қарайық. Егер мен мына жерді 1 деп алсам, мысалға, мынаны да 1 деп алсам, Пифагор теоремасымен табатын болсақ, AB түбірасты 2 болады, Сонда түбірасты 2, 1-де 1 түбірасты 2 болса, мен қарама-қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы ол 1-дің түбірасты 2-ге қатынасы. Бірақ мына жерде көріп тұрғандарыңыздай. Мін тұр ғой? Тұр ғой. Болды, 1 бөлінген түбірасты 2. Келесі есеп. Арифметикалық прогрессінің қосындысын табу керек. 165-ке тең болатындай неше мүшесі алу керек, қосындысын табу керек емес. 165-ке тең болатын неше мүше дейді. Неше мүше. Яғни бізге не керек? N керек. N бізде белгісіз. Sn бізде нешеге тең? 165-ке тең. Ал A1 неге тең? Бізде 5-ке тең. D неге тең? Бізде 2-ге тең. Өйткені бірінші, екінші мүшелерге 2 қосылып тұр. D 2-ге тең. Формуласын жасап алайық. Sn тең 2 A1 қоссам dn-1 бөлінген 2 көбейтілген n. Енді осы формула бойынша мен шығаратын болсам, мысалға, орын-орнына қойсақ, бұл 165 болады. 2 A1 деген 5-ке көбейту болады. Плюс D дегеніміз 2, n-1 бөлінген 2 көбейтілген n. Так, ары қарай, мына жерде мен мына 2 мен мына 2-лерді қысқартып жібере аламын. Ол қалай қысқарып кетті десеңіздер. Бұл 2-нің жақшаның сыртына шығарып жіберсем, ішінде 5 қосу n-1 қалады ғой. Дұрыс па? Бөлінген 2 болады ғой. Сонда мына 2 қысқарып кетеді. Сонда үстінде 4 плюс n қалады. Кеттік. 165 тең 4 плюс n-ның сыртында n тұр еще. 4 плюс n сыртында n тұр. Кеттік. Енді мен мынаның бәрін сүртіп тастайын. Мынаның бәрін сүртеміз де біз қазір мына жақшаны ашатын боламыз. n квадрат плюс 4n тең 165.
Сонда n квадрат плюс 4n минус 165 тең 0-ге. Дискриминантпен табатын болсақ, бұл жерде 26-ның квадраты шығады. Сонда n 1-де 2-ні табатын болсақ, 2 минус 4 плюс минус 26 десек, біз минус 26-ны алмаймыз. Сөйтіп келгенде 11 шығады. С варианты.